Қайырлы күн оқушылар. Математика сабағын бастаймыз. Математика сабағынан бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз менің жұмсайтын шығындарым деп аталады және шамалар арасындағы тәуелділік. Оқушылар, оқулығымыздың 60-61 бетін ашып және дәптерімізді дайындай қояйық. Бірінші кестеге назар аударыңдар. Бірінші есепте тұрған кестеге назар аударамыз. Оқушылар, міне, мысалға қарындаш алдық делге. Қарындаш алдық делік. Ол қарындаштың құны 9 теңге дейге, міне, 9 теңге. Дана деп отырғанымыз, міне, мына дана деп отырғанымыз, бұл қарындаштың саны, яғни 3 қарындаш алдық деген сөзге. Мысалға, оған барлығына неше теңге кеткенін білу үшін, міне, 9-ды 3-ге көбейтеміз екен. Мысалға, 9-ды 3-ге көбейткенде барлығы 21 теңге керек болады екен. Келесі кестенің екінші жолына назар аударамыз. Мысалға, заттың құны 5 теңге болатын болса, міне мысалға дәптер алдық делге, 5 теңгеге дәптер алдық делік. Қанша дәптер алғанымыз біздің белгісіз, белгісіз. Бірақ сол дәптерлердің барлығын 30 теңгеге алыппыз, Енді бұны табу үшін 30-ды мына бағасына бөлеміз. 30-ды 5-ке бөлеміз. Сонда бізге неше дана дәптер алғаны белгілі болады екен. Келесі кестенің үшінші жолына назар аударамыз. Мысалға, біздің алатын затымыздың бағасы белгісіз. Бірақ неше дана алатынымыз белгілі екен, 6 дана алыппыз. Мысалға, кітап. Кітаптың 6 кітап сатып алдық делік. Сол 6 кітаптың барлығын біз 24 теңгеге сатып алыппыз. Оны білу үшін 24-ті бөлеміз 6-ға. Сол кезде бағасы шығады екен. 24-ті 6-ға бөлгенде 4 шығады, Яғни, бір кітаптың бағасы 4 теңге. Келесі балалар 60-шы беттегі ережеге назар аудара қойыңдар. Және бұны есімізде сақтап алайық. Сатып алынған заттың санын білу үшін заттың құнын заттың бағасына бөлу керек. Мұқият назар аударып, жаттап алыңдар, Заттың бағасын білу үшін заттың құнын оның санына бөлу керек. Бұл екінші ереже, үшінші ережеге қараймыз төмендегі. Заттың құнын білу үшін заттың бағасын оның санына көбейту керек. Оқушылар, жаңа кесте бойынша сендерге мен түсіндіріп өттім, Қазір сол бойынша есеп шығаратын боламыз. Дәптерлерімізді ашамыз. Міне үлгі бойынша бірінші күннің жадын жазамыз. 5 қазан, одан кейін тақырыпты жазамыз. Жазуымызды ұқыпты әрі әдемі қыламыз. Одан соң көркем жазу 40-41 сандарды толтырамыз. Одан кейін нөмірі 2-ші есепті шығарамыз 60-шы беттегі. Балалар, бұл жердегі тг сөзі теңге дегенді білдіреді. Теңге деп ұзартып жазбай, тг деп кетсеңдер болады, міне. Осы есепті шығарып, кері байланыс жіберуді ұмытпаңдар.